Қазір әлем бойынша ерлердің отбасындағы қоғамдағы рөлі басымырақ. Жанұяның асыраушылары кейде қиын жағдайларға ұшырап жатады. Бұл өмір заңдылығы. Статистикалық деректер бойынша соңғы уақыттарда ерлер түрлі психологиялық жағдайлар мен күйзелістерге жиі ұшырайтын болған. Бұған басты себеп не? Қалалық әйелдерді қолдау орталығының басшысы Айгүл Дүйсенованың айтуынша, қазір тек нәзік жандылар ғана емес, ер адамдарға да қолдау керек. Количество обращений уже перевалило за 11 тысяч. Орталық жұмыс істегелі 11 мың адам көмекке жүгінді. Әрине басым бөлігі әйелдер. Бірақ біз келушілердің жеке басына ғана көмектеспейміз. Отбасылық жағдайы, жолдас туралы кеңірек білуге тырысамыз. Келсе екеуімен бірге әңгімелесеміз. Жақында орталыққа анасын ертіп келген бір ер адам психологиялық көмек алды. Ол қалада ерлерге психологиялық көмек беретін арнайы орталықтардың жоқтығын сынға алды. Соған қарағанда бұл маңызды мәселе секілді. Ал биылдыққа отбасындағы қысымға байланысты 20 қылмыс тіркелген. Оның біреуі өлімге әкеліп соққан. Тәртіп сақшылары мұндай жағдайлар әйелі мен ерінің бірігіп ішімдік ішуінен болып жатады дейді. 2013 жылы отбасылық тұрмыстық қатынаста 24 қылмыс жасалған, оның ішінде 5-еуі ер азаматтарға қатысты, олардың әйелдері тарапынан жасалған болып отыр. Оның ішінде біреуі кісі өлтіру дерегі және 4-еуі денсаулыққа ауыр зиян келтіру қылмыстары болды. Ағымдағы осы үстіміздегі жылы 20 қылмыс жасалды, оның ішінде біреуі ғана ер азаматтарға қатысты болып отыр. Ол өз қызыменен әкесін өлтіру дерегі Ақтөбе қаласында орын алды. Ер адамдардың проблемалары алаңдауға тұрарлық дейді мамандар. Қалада былтыр бой көтерген ерлер денсаулық орталығына күніне 20-ға жуық ер азамат көмек сұрап келетінін білдік. Олардың жасы 25 пен 50-дің аралығында. Негізінен жүйке, жүрек аурулары, ішкілікке салыну, темекі шегу, түрлі әлеуметтік сұрақтар мазалайды екен. Және әйелінің қысымына ұшырап, жабығып жүрген жігіттер көп. Сондықтан дәрігерлер мұндайлар тіпті өз-өзіне қол жұмсауға дейін бару мүмкін деп дабыл қақты. Онсыз да іштен тынып жүрген азаматтарды тұқырта бермей көңілін аулаған жөн деп кеңес береді мамандар аруларға. Жұлдыз Мирханова, Алексей Оразов, тәулік.